Как же все-таки проводят кастинг крупные предприятия и работодатели? Ернур, ты когда-нибудь задумался об этом? Я жалпы кастингтер адамның өмірін түбегейлі өзгертуге өзіндік септігін тигізеді деген ойдамын. Әсіресе бұл театр саласында, өнер саласында да тығыз байланысты. Да, кто сейчас находится в сфере искусства и культуры, вам сейчас будет интересно. Ведь в городе Уральск проводятся различные кастинги, которые относятся именно в сфере молодежи, театра и искусства. Давайте все вместе будем смотреть наш следующий сюжет. Я қымбатты көрермен, сіз де болса біздің бейне өзгіміз арқылы өзіңіздің бағыңызды сынап, ғасыр жастары театрына өз септігіңізді, өз өнеріңізді көрсете аласыз. Мен де сол театрда өнер көрсеткенді жөн деп санап отырмын. Ендеше бүгінгі кастингте сізбен біз бірге баралық. Жастар мәдениет үйінің басшылығы ел тәуелсіздігінің 30 жыл толуына орай және қаламыздың әлеуметтік мәдени жағдайын эстетикалық талғамын дамыту мақсатында ғасыр жастары қоғамдық жастар театрын құрды. Театрдың тұсаукесері көктем мезгіліне жоспарланған. Өзімнің бойымдағы талантымды жан-жақты дамытамын, еркіндікке үйренемін, уақытымды тиімді пайдаланғым келеді, жан-жақты өскім келеді деген батыл жастар кастингке келді. Үміткерлер ән айтып, би билеп, көркем сөз, проза оқып, этюд көрсетіп бар өнерлерін ортаға салды. Театрдың шымылдығы Шерхан Мұртазаның аудармасындағы Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн драмалы қойылымымен түрілмек. Бұрынғы майдангер бүгінгі қарапайым темір жолшы Едіге өзінің досы Қазанғапты соңғы сапарға шығарып салады. Темір жолда 44 жыл талмай еңбек еткен досының тірі кезіндегі аманаты бойынша сүйегін ана бейітке жерлеу керек. Сертке берік Едіге осы аманатты орындау жолында талай кедергілерге жолығады. Дінсіз, ділсіз, қатыгез ұрпақты көріп, Едіге оларды мәңгүртке теңейді.